Уильям Уордсворт бірде былай деген екен: қарбалас өмірде шаруалардан шаршап, ләззаттан жалығып, өзімізді өзіміз жоғалтып алған кезде жалғыз қалудан басқа бақыт жоқ. Соңғы рет қашан тыныштықта үнсіз отырдың? Соңғы рет қай кезде жалғыздықтан ләззат алып, санаңды, жаның мен тәніңді қалпына келтіріп, жұмысын қайта реттеуге уақыт бөлдің? Әлемдегі ең ғажайып даналық дәстүрінің бәрі мынадай қорытындыға келген: кім екеніңді түсініп, ішінде бұғып жатқан айбынды сезіну үшін біраз уақыт үнсіздікте отыруды әдетке айналдыру керек. Әрине, қолың бос болмауы қажет. Киелі Тора кітабында былай деп айтылған: мәселе құмырсқа сияқты тыным таппауда емес, бар мәселе немен айналысқаныңда. Үнсіздіктің осыншалық маңызды екенін ойлағанда, бір шырақшы туралы әңгіме есіме түседі. Өтіп бара жатқан кемелер жартасқа соқтықпау үшін шамшырақ жағып қоятын шырақшының майы азаюға таяпты. Бір күні түнде одан көршісі үйіндегі шамын жағу үшін май сұрап келеді. Сөйтіп шырақшы өзіндегі майдан береді. Тағы бір түн бір жолаушы келіп, шамы өшіп бара жатқанын айтып, май сұрайды. Шырақшы оның да өтінішін орындап, тағы май береді. Келесі түні шырақшы ұйықтап жатқан кезде бір әйел келіп есігін қағады. Ол да жалынып, балаларын тамақтандыру үшін үйіне жарық керек деп май сұрайды. Оған да береді. Сөйтіп жүріп, оның өзінде май таусылып, шырағы өшіп қалады. Шырақшы өзінің негізгі тапсырмасын орындамағандықтан көптеген кеме жолынан адасып, апатқа ұшырайды. Шырақшының өз міндетіне немқұрайлы қарағаны осындай қайғылы оқиғаға әкелді. Күніне ең болмаса бірнеше минутыңды жалғыздықта өткізсең, өміріңдегі басты міндетіңнен таймайсың және жан жағындағылардың өміріне кері әсер ететін немқұрайлықтан аулақ боласың. Ал күн сайын үнсіздікке уақыт бөлуге қолым тимейді дегенің көлікке жанармай құюға уақытым жоқ дегенмен тең. Жанармайсыз ешқайда бара алмайсың.